әкем айтқан 3 ауыз ақылы өмірлік ұстанымым болды. Сол жолдан таймауға тырыстым деп жауап берді. Сәй балам, саған бір үш нәрсе айтайын деді. Бұл не нәрсе дегенде, мына жәніккенен қоныққан жаман. Нәрсеге қонықпа. Сауда жасасаң да дейді. Таразыдан нәрсе жеме дейді әкемнің айтатыны. Таразыдан нәрсе үшін ол үйге барғанда азабын тартасың дейді. Өтірік айтма, ұрзық істеме. Не нәрсеге шыныңды айт. Өтірікшінің құйрығы бірақ тұтам дейді. Артынан ұсталып қаласың дейді. Сол жерде отырған жерде мен білем деп көпіріп сөйлеп көжіме дейді. Оның өзімде кейінгі балаларға үлкен сабақ. Сонымен қазіргі балаларға айтып отырам. Ақсақал адам өзім қалай болып көзім көрінсем, кейінгі келе жатқан жастар солай болады. Сол үшін өзің үлгі болу керек. Өзің әлгі көшеде ішіп айғайтсап, шақпылап, сақалды шошайтып жүрсең, ол саған ақсақалдық емес. Ісімен, отырған отырысымен, сөйлеген сөзіменен көпшілікке үлгі болса екен деп ойлаймын.